Мен осы жерден жұмысқа шығып бараттым, өтіп бара бердім. Сол уақытта байқадым, анау сегізінші терезеден баланы салбырап тұр. Ары қарай баланы құтқармақ оймен 7-ші этажға көтеріліп, астыңғы көршінің есігін қағып, есігін аштыртып, сол 7-ші этаждың балконы арқылы баланы құтқардым. Мен қасымда Сағи деген жігіт болды. Досыңыз ба? Иә, бірге жұмыс істейміз, бірге тұрамыз. Сол жігіт аяғымнан ұстап тұрды, мен неден окошкеден шыққан кезде. Өйткені менде белдік жоқ, страховка ештеңе. Баланы алдымда сол 7-ші этаждағы көршісіне баланы тапсырдым да, мен жұмысқа асығыс кетіп қалдым, содан кейін осы кетіп тұрдым. Әлі көрген жоқсыз ата-анасы? Сізге рахмет айтқан жоқ па әлі? Ата-анасы ішінде болғанын білдіңіз бе? Ішінде жоқ-ау деймін негізі, есігін аша алмады ғой. Мен олардың күтіп тұрған жоқ, бірден 7-ші этаждан бар ойым тек баланы құтқару. Қорықтыңыз ба? Ондай қорқыныш болған жоқ, өзімде сенімді болдым. Бала қандай шокта болды ма енді? Шок состояниеда болады ғой енді, кішкентай 3 жасар бала. Жылап тұрды ма сонда? Жылап тұрды, салбырап тұрғанда да жылап тұрды ғой. Сіз соны айттыңыз, секір деп оған өйткені не деген жоқ, секір мен аяғынан ұстадым да, бірден жібер қолымда деп, сонымен алып қалдым, қағып алдым. Жақсы, рахмет үлкен.